Шырғалаң тағдыр 31, 32, 33 бөлімдерін сіздерге баяндайтын боламын. Бүгінгі бөлімінде кафеде кездескен Қазым мен Мәжиденің әңгімелері. Яғни Мәжиде барлық шындықты естігендей болады, бірақ ол шындықтың бер жағы еді. Содан кейін Қазымға қарап осы Смитті ұсынады. Бұл не дейді? Сол кезде Мәжиде: мен саған тұрмысқа шыққым келеді, маған үйленуге қалай қарайсың деп өзі ұсыныс жасайды. Осы кезде Қазым есінен танатындай күй кешеді. Шынымен сен маған ұсыныс жасадың ба? Сен бұл сөзіңді шынымен айтып тұрсың ба? Қалжың емес қой деп екеуі құшақтасады. Бірақ Мәжиде әйелінің жүкті екенін білмейді. Кафедегі адамдардың барлығы оларға жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Ал мұнда енесімен кездескен нене әлі де мақтанып отыр. Яғни мен енді ана болдым. Содан кейін кішкене спектакльге кіру үшін, яғни осы үйге кіру үшін ішін ұстап ауырған сияқты көрсетеді. Ішім осылай болды, бірнеше аптадан бері осылай ауырып жүр дейді. Қазымның анасы шошып кетеді: жүр, дәрігерге барайық дейді. Бірақ ол келіспейді. Ал мұнда жалғыз өзі ойын алаңында біреуді күтіп отыр. Әрине ол Мәжиденің анасы еді. Содан кейін ойыны қызықсыз болады. Есікке қайта-қайта қарай береді. Өйткені ол әйелді қатты да ғашық болып қалған еді. Содан кейін Жермен 18 жастағы қыз секілді қысқа юбкамен келеді. Барлық ер адам оның түріне қарайды. Және ол әдейі өзіне қарату үшін немесе ынтықтыру үшін Жиһангерге қарамайды деп алыстағы сияқты болып қарап сезіледі. Жиһангер одан сайын ғашық болады. Содан кейін Қазымның анасы звондап шақырып алады. Әйелің ауырып жатыр, яғни іші ауырып жатыр, балаға қауіп төніп тұр дейді. Содан кейін Қазым ашуланады: бұл әйелді неге үйге әкелдің? Бұл неде үйде жатыр? Ол өзі қонақ үйде тұру керек, мен оған қонақ үй жалдап беріп, сонда тұрсын, үйге келуші болмасын дейді. Ал бақыттан басы айналған Мәжиде Сараға бүгінгі болған оқиғасын, яғни кафеде оған ұсыныс жасағанын айтып: енді мен бақытты боламын, мен Қазымға тұрмысқа шығамын деп, мен оны емдеймін, оның жүрегін мен ғана емдей аламын дейді. Бірақ Сара айтады: құтты болсын, бақытты бол. Бірақ Мәжиде тыңдашы, Қазым ол отбасына жолаудың қажеті жоқ, өйткені олар өте қауіпті, опасный. Бірақ мен сен үшін қатты бақыттымын. Осылай тілегін білдіреді. Ал мұнда Мәжиденің анасы құмар ойын әлі де қоймаған. Ол құмар ойын ойнап әлі де Жиһангерді өзіне ынтықтырып отыр. Содан кейін біраз адамдарды жеңіп кетеді. Сосын мақтаныш көзбен Жиһангерге қарайды. Жиһангер болса бұл екі көзін ала алмай тесіліп қарап тұр. Каждый қадамдарына дейін аңдып қарап отыр. Десе де өлердей ғашық болып қалған үлкен әйелге, яғни өзінің анасымен ғашық, үлкен ғашық әйелге өлердей ғашық. Бұның барлығын билеген, сезген Жермен Жиһангерді өзіне қаратып, еріксіз құштарлықпен жабысып кетті. Яғни сағызға таласты десем де болады. Оның бейнесін осы жерден көруге болады. Осыдан кейін Жиһангер оның нағыз ғашығы болып айналады. Яғни үйленбесе де бірге күндерін өткізетін болады. Көзін ашқан Мехметке анасы келеді және одан бар шындықты айтшы, кім сені жасаған бұлай еткен дейді. Ахмет болса жасарып қалады, айтпайды, өйткені оның жазасын өзі бергісі келеді. Білем, айтпасаң да білем, ол Мәжиде ғой, Мәжиде сені өлтірмек болды дейді. Содан кейін ол Қазымның енді әйеліне қосылады, өйткені балалы болады деген жаңалықты айтты.